Астанадағы ең ерекше мешіттердің бірі Ырыскелді қажы мешіті. Ол Есіл өзенінің жағасында орналасқан. Мешіттің сәулеті дәстүрлі үлгіден өзгеше. Сыртқы көрінісі төңкерілген лотос гүліне ұқсайды. Лотос гүлін еске түсіреді. Диаметрі 26 метрлік күмбезі мен қасиетті қалам бейнесіндегі мұнарасы бұл ғимаратқа ерекше сән береді екен. Сол Ырыскелді қажының құрметіне аталған. Және бүгінде Астананың көрнекті сәулетті нысандарының бірі болып саналады. Ырыскелді қажы мешітінің жанында Астананың басты көрікті жерлерінің бірі Есіл өзені ағып жатыр. Өзен жағалауы серуендеуге, велосипед тебуге және демалуға өте қолайлы. Сәлем достар, біз бүгін және тегін Астанадағы тегін пляжға келдік, коммуналдық пляжға. Айша, Хадиша, үшеуміз келдік. Осы пляждың қасында смол магазин бар екен, содан бәрін сатып алуға болады екен. Жаңа кіріп, пирожки, суш, мороженое бәрін смолдан сатып алып, бұл аудан қаланың қарқынды дамып келе жатқан бөліктерінің бірі саналады. Бұл жерде тұрғындары өте ерекше таза ауа, демалуға күшті жер екен. Мұнда заманауи тұрғын үйлер, саябақтар бар. Кешкі уақытта өзен жағасына ерекше әдемі көрініске еніп, қала тұрғындары мен қонақтарының сүйікті демалыс орнына айналды. Бұл жер өте таза, ауа ерекше тыныштық сыйлайды. Надо съесть, да? Я буквально другой пакет помогу. Да блин, этот вкус меня все на город царапал. Ой, мама. Ясмин келді. Это Ярослав. Адреля келді. Сейчас очень.